1-2 тиын түссе қатынын менсінбей кетеді. Белгілі әзілкеш 3 баламен ажырасу ауыр екенін айтты. Танымал әзілкеш блогер Мереке Қалбаева желідегі парақшасында ажырасуға қатысты жазба жариялады. Бұл туралы өзгеріс.info сайты хабарлайды. Жайдарманшының жазуынша, еркектер қолына дүние бітсе, өзгеріп шыға келеді. 3 баламен ажырасу, жалғыз қалу, сенген адамыңнан қолдау болмау өте ауыр, өте қиын. Астыңдағы атыңа сенбе, қойныңдағы қатыныңа сенбе деген мақал дұрыс емес сияқты. Керісінше, әйел ері үшін соңына дейін барады. Барында да, жоғында да, ерінің жанында. Ал кейбір еркектер қолына 1-2 тиын түссе, сол қатынын менсінбей, мал қылып тастап кетеді. Немесе көзіне шөп салады, деп мәлімдеді ол. Айта кетейік, әзілкеш өзінен бірнеше жас кіші Арсен Акиев есімді азаматқа тұрмысқа шыққан еді. Екеуі 3 баланың ата-анасы. Құрметті көрермендер, Мереке Қалбаеваның шынайы жазбасы талай әйелдің жүрегіндегі үнсіз күйдің дауысы іспетті. 3 баламен жалғыз қалу, сенген адамның өзгеруі, бұл жай ғана отбасы мәселесі емес, бұл қоғамдағы жауапкершілік пен адамгершілік туралы үлкен сұрақ деп ойлаймын. Кейде әйелдің шыдамы мен адалдығы бағаланбай, ал ер азаматтың қолына аз-маз дүние тисе, бағдары мен бағасы өзгеріп кететіні өкінішті шындық. Бұл барша ер азаматқа ой салатын үнсіз ескертпе деп санаймын. Мереке секілді аналарымыз сынбай, сыр бермей, балаларын қорғап, өмірін гүлдендіріп жүрген қайсар жандарды бағалаймын. Бұл меніңше ерлікпен пара-пар. Мұндай жазбалар тек шағым емес, өзгелерге де сабақ шығар. Әйел адалдықтың, ал ер азамат жауапкершіліктің символы болуы керек. Екеуі де бір-біріне тірек бола алмаса, отбасыда, қоғамда әлсірейді. Қиындықтан қашпай, күресе білген аналарға мың тағзым.